Баршаңыз сәлем, сіздермен бірге мен Ерғали Еламан, екінші сабағымызға қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақта біз натурал көрсеткішті дәрежені өткен болатынбыз. Ал бүгінгі сабақта біз осы натурал көрсеткішті дәрежеге амалдар қолдануды, яғни көбейту және бөлуді үйренетін боламыз. Ол көбейту және бөлу операциялары тікелей қосу және азайту операцияларымен байланысты. Және де біз осы сабақта нөлдік дәреже туралы айта кететін боламыз. Алдыңғы сабақта айтқандай, алгебрада өздері бірнеше тең сандардың көбейтіндісін дәрежеге шығару амалы ретінде қарастырады. Мысалға, аның кубы көбейтілген аның 5-ші дәрежесі өрнегі негіздері бірдей 2 дәреже көбейтіндісі түрінде берілген. Және де оның негізін өзгертпей біз былай жаза аламыз. Көбейту аны бір жақсыға аламыз. Бұл бізге аның 3-ші дәрежесін береді. Ал мынау а көбейту а, осылай 5 рет жазамыз. Бұл бізге аның 5-ші дәрежесін береді. Және де осы екеуінің дәрежесінің негіздерін өзгертпей біз аның 3-ші дәрежесі қосылған 5-ші дәрежесі, яғни бұл бізге аның 8-ші дәрежесі береді. Яғни көбейтіндінің негізі аға тең сандардың дәрежесі осы көбейткіштердің дәрежесінің қосындысына тең болады. Осы қасиет кез келген негіздері бірдей дәрежелерді көбейту үшін орындалады. Және де бұл көбейтудің ең басты формуласы болып табылады. Яғни осыдан шығатын ереже бойынша негіздері бірдей дәрежелер көбейткен кезде олардың дәреже көрсеткіштері қосылып, ал негіздері өзгеріссіз қалады. Яғни аның n-ші дәрежесі көбейтілген аның m-ші дәрежесі бізге аның n плюс n дәрежесін береді. Бұл дәрежені көбейтудің ең басты қасиеті болып саналады. Бұл формула тек 2 негіздері бірдей дәреже көбейтіндер үшін ғана емес, сонымен қоса 3 және де одан да көп дәреже көбейтіндер үшін де қолданылады. Мысалға, аның n көбейтілген аның m көбейтілген аның k дәрежесінде біз аның n плюс m плюс k дәрежесі ретінде аламыз. Көбейтуге бірнеше мысалдар қарастырып жіберейік. Бізге берілгені y-тің кубы көбейтілген y-тің 4-ші дәрежесі. Біз бұны y-тің 3-ші дәрежесі қосылған 4-ші дәрежесі деп жаза аламыз, және де 3 қосу 4 бізге 7-ні береді. Демек, y-тің кубы көбейтілген y-тің 4-ші дәрежесі бізге y-тің 7-ші дәрежесін береді. Тура осылай, міне 3 санның көбейтіндісі x көбейту x-тің квадраты көбейтілген x-тің кубы. Бұны біз x-тің 1 қосу 2 қосу 3-ші дәрежесі немесе x-тің 6-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Ал енді бізге осыны есеп берілген екен, яғни уже санмен, өрнекпен емес, екі жолмен де шығарып көрейік. Біріншіден біз 2-нің кубын есептеп көрейік, дәрежені есептеп көрейік. 2-нің кубы бізге 8 береді. 2-нің квадраты бізге 4-ті береді. Және де 2-нің бірінші дәрежесі 2-ні береді. 8 жерде 4-ім ол маған 32-ні береді, 32 жерде 2-ім 64-ті береді. Ал енді дәреженің жаңағы қасиетімен бойынша есептейтін болсақ, бұл бізге 2-нің 3-ші дәрежесі қосылған 2-ші дәрежесі қосылған 1-ші дәрежесі, яғни 2-нің 6-ші дәрежесін береді. 2-нің 6-ші дәрежесі бізде 64-ке тең. Міне осы ең негізгі формула болып табылады, өте оңай және қарапайым. Ал енді бөлу операциясына келетін болсақ, мына өрнекті біз негіздері бірдей 2 дәреже бөлінісі және де мына а тең емес 0-ге болған кезде негіздері бірдей дәреже ретінде қарастыруға болады. Неліктен а бізде 0-ге тең болмау керек? Себебі бөлу операциясының мағынасы бойынша біз мына аның 5-ші дәрежесін қай санға көбейткен кезде аның 9-ші дәрежесі шығады. Ал егер де бізге а 0-ге тең болса, 0-дің кез келген дәрежесі 0-дің өзін береді. Және де біз бір санды 0-ге көбейтсек, 0-дің өзі шығады. Осы кезде бұл логикалық қарамайшылыққа және де математикада кішкене дұрыс емес нәтижеге алып келеді. Негіздері бірдей дәреже бөлген кезде олардың негіздері өзгермей, дәреже көрсеткіштері азайтылады. Яғни аның 9-ші дәрежесі бөлінген аның 5-ші дәрежесін біз аның 9 азайтылған 5-ші дәрежесі тең аның 4-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Шынымен де егер де біз бұны көбейту арқылы ескеретін болсақ, яғни аның 4-ші дәрежесін аның 5-ші дәрежесіне көбейтсек, бұл бізге аның 4 қосу 5-ші дәрежесі аның 9-ші дәрежесі болып табылады. Яғни формула былай. Аның n-ші дәрежесі бөлінген аның m-ші дәрежесі тең болады аның n минус m дәрежесіне.
тағы да бір жағдай қарастыра кетейік. Егер де дәрежелер, яғни мына n мен m тең болса, яғни аның n-ші дәрежесі бөлінген аның n-ші дәрежесі, бұл бізге ереже бойынша аның n минус n дәрежесін береді. Егер де санның өзінен санды азайтып тастасақ, ондай болса бізде 0 қалады. Бұл бізге аның 0-ші дәрежесін береді. Ал енді екінші жағынан қарастырсақ, аның n-ші дәрежесіне бөлу, ол санны өз-өзіне бөлу. Егер де санды өзіне бөлсек, бізде 1 шығады. Демек, осыдан шығатыны аның 0 дәрежесі тең болады 1-ге. Осыдан шығатын ереже. 0-ден басқа кез келген санның 0-ші дәрежесі бізге 1-ді береді. Ал 0-дің 0-ші дәрежесі бұл анықталмағандық, яғни бұл есеп ретінде қарастырылмайды. 3-дің 0-ші дәрежесі бізге 1-ді береді. Минус 5,2-ның 0-ші дәрежесі де бізге 5-ді береді. 5-дің 0-ші дәрежесі, 10-ның 0-ші дәрежесі, яғни 0-ден басқа кез келген теріс болсын, оң болсын, кез келген санның 0-ші дәрежесі 1-дің өзін береді. Осы бөлу операциясында тағы да 1-2 ереже бар. Ол үстіндегі сан мына n, m-нен артық немесе тең болу керек. Және де екеуі де бүтін натурал сан болуы қажет. Енді осы тақырыпты бекіту үшін бірнеше есептер шығарайық. Ең алдымен мен тақтаға жеңіл есептер жазып қойдым. Ол бізде аның 3-ші дәрежесі көбейтілген аның 4-ші дәрежесі. Яғни дәреженің қасиеті бойынша біз бұл негіздер бірдей, яғни дәрежелерін қоса аламыз. 3 қосып 4 бізге 7-ні береді, яғни есептің жауабы аның 7-ші дәрежесі. Ал енді мына есепті қарайық. 2-ден 1 көбейтілген 2-ден 1-дің 4-ші дәрежесі. Біз айтқанбыз, егер де мына жақта дәреже жазылмаса, демек бұл автоматты түрде 1 деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл 2-ден 1-дің 1 қосу 4 дәрежесі немесе 2-ден 1-дің 5-ші дәрежесін береді. Оны есеп беретін болсақ, 2-ның 5 дәрежесі көбейту 64. 64 дегеніміз бұл бізде 2-ның бір дәрежесі ұсынылады. 64 деген 2-ның 6-ші дәрежесі. Яғни біз бұны 2-ның 5-ші дәрежесі көбейтілген 2-ның 6-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Және де дәреженің қасиеті бойынша 5 қосу 6, 2-ның 11-ші дәрежесі. Оны тағы да бір есеп тұр. 0,25-дің 7-ші дәрежесі көбейтілген 1 бөлінген 64. 0,25-ті біз 1 бөлінген 4 деп жаза аламыз. 1 бөлінген 4-дің 7-ші дәрежесі. Ал 1 бөлінген 64-ті біз 1 бөлінген 2-ның 6-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Немесе 1 бөлінген 4-дің 3-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Бізге негіздерін бірдей болып келтіру керек қой. 7 мен 3-ті қосамыз, бұл бізге 1 бөлінген 4-дің 10-ші дәрежесін береді. Ал енді бөлуге де бір есеп шығарайық. P-ның 12-ші дәрежесі бөлінген P-ның 2-ші дәрежесі. Бөлшектің қасиеті бойынша 12 минус 2 бұл бізге P-ның 10-ші дәрежесін береді. Ал мына жақта 10-ның 21 дәрежесі бөлінген 10-ның 12-ші дәрежесі. Біз бұны 10-ның 21 минус 12-ші дәрежесі, яғни 10-ның 9-ші дәрежесі деп жаза аламыз. Енді осы тақырыпқа қатысты тағы да бір-екі ерекше есеп шығарып жіберейік. Мысалға бізге былай беріледі. 2-ның 17-ші дәрежесі қандай цифрмен аяқталады деген. Ол есепті шығару үшін біз алдымен бірінші дәрежеден бастап жазып шығайық. 2-ның бірінші дәрежесі бізге 2-ні береді, 2-ның екінші дәрежесі бізге 4-ті береді, 2-ның үшінші дәрежесі бізге 8, ал 2-ның төртінші дәрежесі бұл бізге 16. 2-ның 5-ші дәрежесін жазып шығатын болсақ, бұл бізде 32, 2-ның 6-ші дәрежесі бізде 64, 2-ның 7-ші дәрежесі 128, ал 2-ның 8-ші дәрежесі бізде 256. Бұл жерден біз не байқаймыз? Мына жерде де 2, мына жерде де 2. Мында 4, мында да 4. Мында 8, мында да 8. Мында 6, мында да 6. Яғни осы 2-ның 4 дәрежесі сайын бізде ең соңғы цифр қайталанып отырады. Мысалы, ең бірінші дәрежесінде бізде 2-ның өзі шықса, 2-ның 5-ші дәрежесі бізде 32 шықты. Яғни 32 саны тоже 2-мен аяқталынады. Сол себепті біз 2-ның 17-ші дәрежесін табу үшін біз 17-ні 4-ке бөлеміз. 17-ні 4-ке бөлінетін бүтін сан ол 16 бар. Яғни 2-ның 16-ші дәрежесінен бастаған кезде ол бізде
2-нің 4-ші дәрежесіндегі санмен аяқталады, яғни 6-мен аяқталады. Ал 2-нің 17-ші дәрежесі нешемен аяқталатынын табу үшін біз 17-тен 6-ны айтамыз. Ол бізге 1-ді береді. Ал 2-нің 1-ші дәрежесі бізде 2. Яғни 2-нің 17-ші дәрежесі бізде 2-мен аяқталынады. Тура осылай 3-нің 15-ші дәрежесін қарастырайық. 3-нің 1-ші дәрежесі 3, 2-ші дәрежесі 9, 3-ші дәрежесі 27, 3-нің 4-ші дәрежесі 81. 3-нің 5-ші дәрежесі 243. Мына жерде де қарасақ, қайтадан 4 дәреже сайын қайталанады. 3-нің 6-ші дәрежесі 729. Мұнда 9, мұнда да 9. Демек, бұл есепті шығару үшін де біз мына 15-ті 4-ке бөлеміз де, ең бүтін сана бастап, мына 15-ке дейін санаймыз. 4-ке бөлінетін бүтін сан 15-ке дейінгі, ол 12. 15-тен 12-ні айыртамыз, ол бізде 3 болады. Яғни 3-нің 15-ші дәрежесі, 3-нің 3-ші дәрежесі қай санмен өтеді? Сол санмен аяқталады. 3-нің 3-ші дәрежесі бізге 27-ні береді. Демек, 3-нің 15-ші дәрежесі бізде 7-мен аяқталынады деген сөзді білдіреді. Ал енді бүгінгі сабағымыз қорытындылай келе, негіздері бірдей дәрежелер көбейткен кезде олардың дәреже көрсеткіштері қосылады. Яғни А-ның 9-ші дәрежесін біз А-ның 5-ші дәрежесіне көбейтсек, бұл бізде А-ның 9-ші дәрежесі қосылған 5, А-ның 14-ші дәрежесін береді. Ал негіздері бірдей дәрежелер бөлген кезде олардың дәреже көрсеткіштері азаяды да, ал дәреженің негізі өзгермейді. Яғни А-ның 19-ші дәрежесін біз А-ның 12-ші дәрежесіне бөлетін болсақ, бізде А-ның 19 минус 12-ші дәрежесі немесе А-ның 7-ші дәрежесі қалады. Енді біздің сабағымыз өз мәресіне жетіп қалыпты. Сіздермен бірге болған мен Ерғали Еламан. Қазіргі заман білекпен емес, біліммен жарысатын заман демекші, білімдеріңізді шынықтырыңыздар. Төменгі сілтемеде мен сіздерге үй жұмысын қалдырып қойдым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.